Танымал тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы шұғыл мәлімдеме жасады. Сәлем қымбат көреймен, сіз білгенше не, сіз күткен арна назалаңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер. Балаларымызбен жыныстық қатынас туралы ашық сөйлесеміз. Тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы отбасында балалармен жыныстық қатынас жайында ашық сөйлесетінін айтты. Бұл туралы журналист Айнұр Ілиясованың бағдарламасында мәлімдеді. Айтуынша, екеуі балаларының жауапкершілігін бөліп алған. Бұл дұрыс екен. Мен бұрын оларды балабақшаға өзім апарып алып келуді, жиналысына өзім баруды, сабағын өзім қарауды қалыпты жағдай деп ойладымын. Аналардың бәрі соны істеп жүр. Мен де ана болып соны істеуім керек дейтінмін. Уақыт өте келе мен айта алмайтын тақырыптар көбейді. Оны қанша кітаптан оқысам да, қанша дәрігер, урологпен сөйлессем де түсіндіре алмаймын. Мен үшін ол жағдай туралы айту қиын. Содан кейін әкесі екеуміз отырып алып, мен ол нәрсені айта алмаймын, сен қалай өзің жеткізесің, қалай ретін табасың, өзің білесің деп келістік. Бір күн жұмыстан келсем, үшеуі үйдің жанында кішкентай моншада отыр. Не қылып отырсыңдар десем, еркекше әңгіме айтып отырмыз дейді. Ол жерде телеп әңгіме емес, ақыл үйретіп отыр ғой. Мен айтамын, баламен сөйлесу деген ақыл үйрету емес қой деп, дейді Ләйлә Сұлтанқызы. Видеомыз кеңінен таралу үшін және де барша ата-аналар көру үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Өз пікірлеріңізді бөлісе кетіңіздер.